Мен сіздерге бір жол айтып едім, энергия көтеретін зікірлер деп, сол зікірлерді айту арқылы адам қайтадан энергиясын жинап алады да. Давай болт деп басын көтеріп, қайтадан мен мынаны шешем деп спокойно шешіп тастауға болады. Сол кезде энергияны көтеріп алыңыздар. Энергияны көтеріп алсаңыздар, сіздерге жеңіл болады. Тұрып барып кітап оқысаңыз да, барып бір жұмысты бастап кетсеңіз де, жаңа іс тауып алу үшін де деген сияқты да. Сол үшін энергияны көтеру өте маңызды. Сол үшін энергияны көтеріңіздер, энергия құртпаңыздар деп айтам да. Энергия құртатын адамдардан алшақ болыңыздар деп. Энергияны өздеріңіз ластамаңыздар, энергияларыңызды, өздеріңіздің жүректеріңізді ластамаңыздар. Жүректі тазарту керек, оны жақсы нәрсеге, Аллаға толтыру.